Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен шешендік сөздер туралы сабағымызды бастаймыз. Шешендік сөздер біздің қазақ халқының сонау көне түркі дәуірінен, ежелгі дәуір әдебиетінен бастау алып жататын аса үлкен бір саласы. Шешендік сөздер ердің құнын екі ауыз сөзбен шешкен от ауызды орақ тілді билерімізбенен шешен бабаларымыздан бізге жеткен асыл сөз мұрасы. Шешендік сөздер бұл өзінің бастауын түгел сөздің түбі бір түп атасы майқы би деп аталатын сонау аяз би майқы билерден алып күні кешегі төле, әйтеке, қазбек билерден аяқтайтын, оның бер жағында сырым шешен, дулат, мұрат, шортанбай жыраулар, бұхар жыраулар, асан қайғы жыраулар болып келетін. Өзіміздің ұлы Абай да нәрін ерекше қандырған, сусынымызды қандырған шешендіктің үлкен бір арнасы біздің қазақ әдебиетімізде жатыр екен. Мінекей, бұл шешендіктерді мынадай кезеңдерге бөліп дәуірлейміз. Шешендік сөздің біздің заманымыздағы, біздің дәуіріміздегі шешендікке дейінгі жеткен ең түпкі бастауы 12-13 ғасырдағы аяз би менен майқы билердің заманы болып есептелінеді екен. Онан кейінгі кезең 14-15 ғасырдағы қазақ хандығы өз алдына бөлек шаңырақ көтергеннен кейінгі пайда болған асан қайғы және жиренше шешеннің тұсындағы шешендік сөздер екен. Одан кейінгі кезең 15-16 ғасырдағы, 15-18 ғасырдың арасындағы жыраулар поэзиясы. Бұған шалгиыз, ақтамберді, үмбетей және бұхар жырауға дейінгі кезеңді алып қарастырады екенбіз. Одан кейінгі кезең Әз Тәукенің тұсында жеті жарғыны жасасқан Төле би, Әйтеке би, Қазбек бидің тұсындағы ерекше шешендік. Бұл кезеңде қазақ шешендік өнері өзінің аса биік шыңына шықты деп есептеуге болады. Одан кейінгі кезең 18-19 ғасырдағы сырым шешен, малайсары би, тарақты шешен, байдалы би, жан кісі би және шортанбай, дулат, мұрат ақындардың тұсындағы шешендіктер деп есептейді екенбіз. Шешендік сөздерді жанрлық жағынан үш үлкен топқа бөліп қарастырамыз. Біріншісі шешендік арнау, екіншісі шешендік толғау, үшіншісі шешендік дау деп аталады екен. Байқап отырсын ба, шешендік сөз бұхар жырау айтпақшы. Көш бастау қиын емес, қонатын жерден су табылады. Қол бастау қиын емес, шабатын жерден жау табылады. Шаршы топта сөз бастаудан қиынды көргенім жоқ, шешімін таппас дау бар деген екен. Міне, сол шешімін таппайтын даудың әділ төрелігін беріп, үлкенде отауызды орақ тілді үлкен топтың алдында осындай керемет шешендіктің үлгісін көрсеткен шешен бабаларымыздың сөздерін біз осынау үш топқа бөліп қарастырады екенбіз. Шешендік арнау ол белгілі бір топқа, белгілі бір халыққа, белгілі бір тұлғаға арнап айтылған шешендердің сөздері болып табылады екен. Ал шешендік толғау артқыға үлкен өсиет насихат айтатын, тағылымы мол насихат үгіттен тұратын, өмірден көрген, түйген тәжірибелерінен үлкен бір қорытынды шығарған шешендік сөздің түрі екен. Оған мысал үшін өмір туралы бұхардың толғаулары, немесе асан қайғының толғаулары, осы сияқты жыраулардың толғаулары мінекей осыған жатады екен. Ал шешендік дау дегеніміз бұл екі елдің арасында, екі ұрудың арасында, үлкен бір екі адамның арасындағы шешімін таппайтын дауда айтылатын сөздер екен. Оған ең үлкен бір мысал Қазбек бидің Қалмақтың қоңтажысына айтқан сөзі. Біз қазақ деген
жай жатқан елміз. Ешкімге тиіспей мал баққан елміз. Елдің шетін жау баспасын деп найзасына үкі таққан елміз. Деп бастап, яғни ұлын құл қыла алмайтындығын, қызын күң қыла алмайтындығын, егер атын жау болса шабысқалы келгендігін айтатын сөзі осы шешендік даудың үлкен бір тамаша үлгісіне жатады